Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіз. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін біз өте дәмді, нәзік болып шығатын Нью-Йорк чизкейгін дайындайтын боламыз. Ол үшін оқтаудың көмегімен печеньемізді езіп аламыз. Сонан соң ерітілген сары майымызды құйып, екеуін жақсылап араластырып, формамызға саламыз. Осылай қасықтың көмегімен немесе қолымыздың көмегімен печеньемізді формаға әуеттап салып шығамыз. Сонан соң ыдысымызға сүзбелі ірімшігімізді саламыз және қант ұнтағын салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Үстінен бір-бірден жұмыртқамызды салып араластырып шығамыз. Және кілегей құямыз. Бір қасық ванилин саламыз. Лимон қышқылын құямыз. Дайын болған массамызды жаңағы печеньеміздің бетіне саламыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 1 сағатта қойып аламыз. Және достар, ұмытпайық, формамыздың сыртын фольгамен қаптайтын боламыз. Сонан соң ыдысымызға қойып, табамызға, яғни үстінен су құямыз. Сонан соң барып печкаға саламыз. Міне мен чизкейгім дайын, үстінен қант ұнтағын септім және өзіңіз қалаған түрде әсемдесеңіз болады. Баршаңыз жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын!